Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз геометриялық прогрессия және оның қосындысының формуласына тоқталайық. Геометриялық прогрессия деп отырғанымыз ол сан тізбегі. Оның бірінші мүшесі белгілі болса, белгілі бір тұрақты санды көбейту нәтижесінен шыққан сандардың тізбегін геометриялық прогрессия деп атаймыз. Мысалы ретінде мына сандарды алайық. Мысалы 3, 6, 12, 24. Енді қарап отырсаңыздар, бір тұрақты сан белгілі болып тұр. 3-ке бір қандай да бір 2-ні көбейткенде 6 шығып тұр, 6-ны 2-ге көбейткенде 12, 12-ні 2-ге көбейткенде 24 шығып тұр. Осындай сан тізбегін біз геометриялық прогрессия деп атаймыз. Прогрессия деп отырғанымыз ол сандардың тізбесі. Біздегі тұрақты сан бізде 2-ге тең болды. Енді геометриялық прогрессияда міндетті түрде мүшелері болады. В1, В2, В3, осылай кете береді. Vn. Біздегі Vn деп отырғанымыз ол біздің ең соңғы мүшесі, жалпы мүшесі деп айтылады. Негізінде жалпы мүшесі. В1 деп отырған бірінші мүше, В2 деп отырған екінші мүше. Ол түсінікті, Енді есептің берілгені, мына берілген В1, В2 мен салыстырайық. Немесе теңестірейік. В1 деп отырғанымыз 3-ге тең, В2 деп отырғанымыз 6-ға тең, В3 деп отырғанымыз біздің есебіміз бойынша 12-ге тең екен. Сосын бізде геометриялық прогрессия міндетті түрде еселік дейді. 3-ті 2 еселегеннен 6 шықты, 6-ны 2 еселегеннен 12 шықты, 12-ні 2 еселегеннен 24 шықты. Сол себепті еселік деп отырғанымыз ол бізде Q. Еселігіміз біздің Q. Есеп бойынша бізде 2-ге тең болып тұр. Q 2-ге тең болды. Енді біз 2-ні 24-ті шыққан санды 2-ге көбейтіп отыра алмаймыз. Бұның да жалпы мүшесінің формуласын табуымыз керек. Vn жалпы мүшесінің формуласы V1 көбейтілген Q-дің n-1 дәрежесі. Осы формула біздің жалпы мүшесінің формуласы екен. Көрейік. Бізде V1-іміз 3-ге тең, V2-ні табайық. V2 деп отырғанымыз V1 көбейтілген. Енді мына жерде Q-дің 2 болатын болса, n-іміз 2-ге тең болса, 2-ден 1-ді аламыз. Сол кезде бізде 2-ден 1-ді алсақ 1 шығады. Енді бізде Q-дің өзі болады екен. V3 деп отырғанымыз V1 көбейтілген Q-дің 3-ден 1-ді аламыз, 2 дәрежесі болады екен. Апар орын-орнына қойып көрейік. V1-іміз 3-ге тең, 3. Біздің еселігіміз 2-ге тең, 2. Бізде сонда 6 деген сан шығып тұр. Жердегі 6 деген санымыз шықты. Енді одан кейінгі тұрған сан 12-ге тең болып тұр. 12 деген санды шығаруымыз үшін V1 дегеніміз 3-ге тең. Q еселігіміз 2-ге тең. 2-ның 2 дәрежесі, 2-ның 2 дәрежесі дегеніміз 4-ге тең. 4-ті 3-ге көбейтетін болсақ 12 шығады екен. Дәл сол сияқты да бұның мүшелерін ары қарай тауып кете беруге болады. Енді мысалға бізде бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші сан 24-ті 2-ге өткенде 48 шыға ма? Енді бесінші санды тауып көрейік. V5, V1 көбейтілген Q-дің 4 дәрежесі.
v1 дегеніміз біздің есеп бойынша 3-ке тең, q деген 2-ке тең, 2-ның 4 дәрежесі. 3 көбейтілген 2-ның 4 дәрежесі деген сөз, 2-ні өз-өзіне 4 рет көбейт деген сөз. 2-ні өз-өзіне 4 рет көбейтетін болсақ, бізде 16 шығады. 16-ны 3-ке көбейтетін болсақ, бізде 48 шығады, е? Ары қарай кете береміз осылай. Енді тақырыпқа келетін болсақ, оның қосындысының формуласы деп тұр. Қосынды дегеніміз ол, оны біз S әрпімен белгілейміз. Қосындыны S әрпі. Қосынды деп өзі де айтып тұр. Ол қосу нәтижесінен шығу керек деген сөз. Қосынды. Қосынды. Бізге айтады, S 3-ті тап дейді. S алғашқы 3 мүшесінің қосындысын тап дейді. Алғашқы 3 мүшесінің қосындысы деген сөз ол V1 қосылған V2 қосылған V3 деген сөз. Апар орын-орнына қоятын болсақ, 6-ға 3, 6, 12-ні қосамыз. 3, 6, 12-ні қосамыз. Қанша болады? Бізде 3, 6, 12 деп отырғанымыз. Бізде қоссақ, бізде 6-ға 3-ті қоссақ 9 болады. 9-ға 12-ні қоссақ, бізде 21 болады екен. Енді бұның да формуласы болады екен. Біз бүйтіп қосып отыра бермейміз. Бұның да жалпы формуласы бар. Біз тиімді, тез жаттауға ыңғайлы бір формуланы берейін. Негізінде 2 формула. Екіншісіне жаза кетейін. Q-дің n дәрежесі минус 1, Q минус 1. Жақшаның ішінде Q бірінші жазылатын болса, бөлшектің бөлімінде де Q бірінші жазылады екен. Немесе ена формуланы да қолдануға болады. V1 1 минус Q-дің n дәрежесі. Жақшаны жабайық. 1 минус Q. Біз жаңа 21 деген санды таптық. Енді сендерге түсінікті болу үшін мен мына жерге жазайын. S тең болады. Біздің есебіміз бойынша 3-ке теңе 3. Сосын бірінші формуланы қолданайын деп жатырмын. Екеуінде қолданған тиімді. Бірақ екінші формулада, мына екінші формулада алымына да бөлімде теріс сан шығады. Ол сендерге тиімсіздеу болады. Ал бірінші формуланы қолдансаңдар, оң таңбалы сан шығады. Ешқандай да қиналмай-ақ бірден таба алатын боласыздар. Q деп отырғанымыз біздің есебіміз бойынша 2-ге тең. 2-ге тең. 2-ның енді қарайық. Біз нешені табайын деп жатырмыз? Q S-дің 3 дәрежесі ма? Онда мына жерге 3-ті қойсақ, Q-дің дәрежесіне де соны қоямыз. 2-ның 3 дәрежесі минус 1. Бөлімінде 2 минус 1. Есептейік енді. Бөлімінде 1 шықты. Алымында жақшаның ішіне 2-ның 3 дәрежесі дегеніміз 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейт деген сөз. 2-ның 3 дәрежесі 2 көбейту 2 көбейту 2 деген сөз. Есептейік. 2-ні 2-ке көбейтетін болсақ, бізде 4 болады. 4-ті 2-ке көбейтетін болсақ, 8 болады. 8-ден 1-ді алатын болсақ, 7 болады. 7-ні 3-ке көбейтетін болсақ, бізде 21 шығады екен. Сонымен бөлімінде 1 бар. 21-ді 1-ге бөлетін болсақ, 21 шықты. Бұл жердегі 21 саны шығып тұр. Яғни бұл қосынды деген сөз барлық мүшелерін қос деген сөз. Егер де S 3 болса, алғашқы 3 санын қос деген сөз. S 4 болатын болса, алғашқы 4 мүшесін қос деген сөз. Жалпы есеп мысалдар түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жердегі 21 саны бізде тең болып шықты.
түсінікті болса келесі сабақта кездескенше сау болыңдар оқушылар.